Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тойымды, әрі тез дайындалатын, үйіңіздегілердің сүйікті салаттарының қатарынан орын алатын, өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ал ендеше салатымызға қажет заттарымызды дайындап алып, салатымызды бастайық. Ең алдымен пісіріп алған картобымызды осылай видеодағыдай 4 бұрышты етіп, өзіме ыңғайлы пішінде турап алатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша ұзынша соломка етіп турасаңыздар да болады. Рецептінің толық нұсқасын төменгі описание бөлімінде жазып қалдырдым, сонда өтіп қарасаңыздар болады. Содан соң пісіріп алған жұмыртқамызды да осылай 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Оның үстінен осылай тұздалған қиярымызды да 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Міндетті түрде тұздалған қияр қосамыз, сол кезде біздің салатымызға ерекше дәм беретін болады. Содан соң пісірген тауық етін де майдалап турап аламыз. Арасында сүйектері бар болса, оларынан ажыратып, барынша өзімізге ыңғайлы етіп турауға тырысамыз. Барлық ингредиенттерімізді турап алғаннан соң, ыдысымызға салып, үстінен жүгерімізді салып, оның үстінен аздап майонезімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және дәміне қарай тұз саламыз. Содан соң жақсылап бір араластырып алғаннан соң, ыдысымызға салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Үйіңіздегілерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Көп уақытыңыз кетпейді. Бар болғаны 30 минутта осындай тойымды салат түрін әзірлей аласыз. Достар, ас болсын сіздерге. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ариана. Арнама жаңадан келген болсаңыздар келіп, лайк басып, комментарий қалдырып, жанында тұрған қоңыраушаның белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.